Кайырлы күн достар. Бүгүн дәмі тіл үйрөтін тәтті майғұспа бәліш дайындаймыз. Менің арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Жаңа видео жүктеген кезде хабарлама сіздерге барып тұрады. Бұл бәліш өте дәмді, отбасыма қатты ұнады, бәріңіз жасап көріңіздер. Ең әуелі бәліштің апарасын дайындаймыз. Ыдысымызға жылы сүт қосамыз. Қамырға қосатын қанттан кішкене бөлігін қосамыз. Мен қамыс қанттың қостым. Кез келген қант қоссаңыздар болады. Және ашытқыны қосып, араластырып, бетін ауа өтпейтіндей етіп, пищевой пленкамен жауып, апара көтерілгенше жылы жерге 10-15 минутқа қалдырамыз. Отқа қоятын ыдысымызға сұйық май, жұмыртқа, қаймақ және қамыс қантын қосамыз. Кез келген қант қоса берсеңіз болады. Оның үстіне сармай салып, кішкене ғана шым-шым тұз себеміз. Осындай ванильді экстракт қостым. Ванилин қоссаңыздар да болады. Венчикпен араластырып, массаны газға қойып, жылы болғанша араластыра отырып, баяу отта қыздырамыз. Ысытып қайнатпаймыз, тек жылытамыз. Апара көтерілгеннен соң оған ұн қосамыз. Газға қойып, жылытып алған массамызды қосып, жақсылап қамыр илейміз. Қамыр қолдарыңызға сәл жабысып жатса, кішкене майлап жіберсеңіздер болады. Мен бұл қамырға 100 пудов ұнын қолдандым. Әр ұнның тығыздығы әртүрлі болады. Пищевой пленкамен бетінде ауа өтпейтіндей етіп жауып, орап жылы жерге қоямыз. Қамыр көтерілуі керек. Ыдыстағы суымызға агар-агарды қосып, жақсылап араластырамыз. Агар-агар қосылған массамызды қойып қоямыз. Қара өріктің ішіндегі сүйегін алып тастап, оған қамыс қанттын қосамыз және лимон шырынын қосамыз. Кез келген қант түрін қоссаңыз болады. Және блендермен жақсылап еземіз. Блендермен езіп болғаннан соң 100 грамдайын біз алып қаламыз. Қалған массаны біз қайнатамыз. Қалған массаны ыдысымызға қойып, газға қоямыз. Баяу отта шамамен 30 минуттай қайнатамыз. 30 минут қайнағаннан соң қойып қойған агар-агар араласқан суымызды 100 грамм езілген қара өріктің үстіне қосамыз. Жақсылап араластырып, қайнап тұрған массаға қосып, тағы да 5 минут бұрқылдатып қайнатамыз. Бес минут қайнағаннан соң оттан шығарып, бөлек ыдысқа құйып, бетін пищевой пленкамен контактный етіп жауып, суытамыз. Көтерілген қамырымызды аздап қана ұн сеуіп, илеп аламыз. Қамырды енді екіге бөлеміз. Бәліштің астыңғы бөлігін үлкендеу етіп, ал үстіңгі бөлігін кішілеу етіп бөлеміз. Үстіңгі кіші бөлігін пакетке салып қоя тұрамыз, қатып қалмау керек. Бәліштің астыңғы бөлігін аздап қана ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен жаямыз. Жайып болған қамырды пергамент төселген табамызға қойып, бетін жауып, застойкаға 15-20 минутқа қалдырамыз. Тіпті жарты сағатқа қалдырсаңыздар да болады. Бәлішке қосатын салманы суығаннан соң блендермен тағы да езіп аламыз.
Расстойкадағы қамырымыз мінеки дайын. Енді біз үстіңгі бөлігін аз ғана ұн сеуіп жаямыз. Осындай пирог кесетінмен қаттылап басып кесеміз. Қолмен осылай тартамыз. Және ашылмай қалған жерлерін пышақпен осылай ашып кесіп жібереміз. Расстойкаға қалдырылған қамырымыз көтерілді. Енді оған суыған начинкамызды құйып, салманы құйғаннан кейін шет жақтарына қатты апармаймыз. Қамырдың шетін осылай ішке қарай қайырамыз. Үстіңгі қамырды осылай бетіне жабамыз. Шетіндегі артық жерлерін осылай кесіп алып тастайсыздар. Дайын болған бәлішті тағы да расстойкаға 15-20 минутқа қалдырамыз. Тағы да көтерілген бәлішке жұмыртқаның сарыуызын жағып шығамыз. Қызып тұрған пеште 190 градуста 20-30 минуттай пісіресіз. Өз пешіңіздің ыңғайына қарай пісіресіздер. Бәліштің бетіне жағатын сироп дайындаймыз. Қант пен суға лимонның шырынын қосып қайнатамыз. Қою болғанша қайнатасыздар. Сироптың қоюлығы минимум осындай болып тұру керек. Пештен шыққан ып-ыстық бәліштің үстіне сиропты жағып шығамыз. Сироп жаққан кезде бәліш міндетті түрде ыстық болуы тиіс. Әбден суығаннан соң қант ұнтағын сеуіп дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Бұл бәліш өте дәмді. Қонақтарыңызға, отбасыңызға шаймен ұсынсаңыз болады. Видео ұнаса достарыңызға поделиться етіп, лүпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Шайларыңыз дәмді болсын.